Сәлем достар. Біз бәріміз тайм журналдарда тек керемет танымал адамдардың түрлері тұратын білеміз. Ал 1982 жылы персоналды компьютер тұрған. Иә, персоналды компьютер. Бұл видеода Apple тарихын көретін боласыздар. Видеоны бастамас бұрын әлдетегідей каналға тіркеліп лайк қойыңыздар, ал біз бастаймыз. СТИВ ДЖОБС пен СТИВ ДЖОБС сонау 1965 жылы мектеп қабырғасында танысқан, олар компьютерге қызығатын адамдардың компьютерлік клубінде жүретін. 1975 жылы екі СТИВ ДЖОБСтың үйінің гаражында бірінші Apple компьютер ойлап табады. Ол компьютер тек жұқа ағашқа қапталған аналық платамен және кез келген теледидар қосып іске қосылатын. СТИВ ДЖОБС бұл жасалған компьютерді ұнатып, әкесінің көлігін сатып дереу компьютерді сатуға кірісті. 1976 жылы байтшап дүкенімен келісіп $666 саты. СТИВ ДЖОБС тек ақша жағын қарастырса, ал Возняк пен достары техникалық жағын жасап жүрген. 1982 жылы Apple 2 компьютері шығарды. Возняк ол компьютерге түстік палитрасын енгізді, дискетта приводын орнаты, файлдық менеджер орнаты. Бұл компьютер нарықта өте танымал болды. Және кішігірім компанияны миллиардтық компанияға көтерді. СТИВ ДЖОБСте лидерлік қасиеті бар және мотивордық тәжірибесі бар. Ол компаниясында сатушы менеджер болып жұмыс жасаған. Кейін Джобс Пепси-коланың инвесторы Джона Скайлиді компаниясына директор ретінде ертіп келеді. Осы кісімен тек бір компьютерлік жоба жасайды, ол жоба Macintosh. Бұл компьютер нарықта керемет сатылады. Джона Скайли мен Джобстың басы бір қазанға сыймай, совет директоры Джобсты өзі ашқан компаниясынан шығарып жібереді. СТИВ құр босқа жүрмей Next компаниясына кіріп компьютерлердің түр-түрін шығара бастайды. Солайынан Next компаниясы керемет жетістікте өседі. Осы аралықта Пискар мультик шығаратын компаниясына қол ұшын береді. 1996 жылы Apple компаниясы Next компаниясын $429 миллион сатып алғысы келген. Next директоры нұсқау қойды, тек Джобсты қайтадан басты директор орнына жайғастыру. СТИВ ДЖОБС өз компаниясына қайтып келгенде ескі құрылғылар мен ескі жұмысшылардан тазартып, жаңа жұмысшылар мен жаңа құрылғыларды орналастыру. Солайынан керемет дизайнер таланты бар жігіт Джонатан Айвпен танысып, 15 тамыз 1999 жылы бірінші Mac компьютер шығарады және компьютерге арналған Mac OS операциялық жүйесін ойлап табады. 2000 жылдары ноутбук iBook'ты нарыққа шығарады. Ал 2001 жылы өлең тыңдайтын құрылғы iPod'ты шығарады. Ол құрылғы өте ыңғайлы, кез келген қалтаға сиятын және әдемі, қолдануға түсінікті болған, және де Джобс Apple Store дүкендерін аша бастады. iPod'тан кейін iTunes Store өлеңдер дүкенді қосымшасын шығарды. 2007 жылы Джобс әлемдік нарықтардағы сатылып жатқан кнопкалы телефондауға қарап нарықты өзгертепші болады. Солайынан сенсоры кнопкасыз iPhone 2 презентацияда көрсетеді. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. Бұл презентация Джобстың ораторлық тәжірибесі арқылы көпшіліктің есіне сақталып қалған. 2008 жылы өте жұқа MacBook Air шығады, және ол бір саусақпен ашу трендін қалыптастырады. 2010 жылы планшет iPad шығарады. 2011 жылы тамыз айында ең қымбат компания статусын алады, және сол кезде Джобс өзінің компаниясынан өз еркімен мәңгіге шығып кетемін деп айтқан, және өз орнынан ТИМ КУКке тағайындады. 2003 жылы ұйқы безінің қатерлі ісігі, рак поджелудочный диагнозы анықталған. Осыған қарамастан Джобс өз жұмысын тастамай жүре берген. 5 қараша 2011 жылы күндізгі сағат 3-терде жақындарының қасында үйінде қайтыс болған. Соңғы сөз мәссаған бұл керемет болды. Джобстың жасаған жетістіктерін ешкім ұмытпайды. Оның құрылғысын барлығы бір махаббатпен қолданады. Genius. And one of the many ways that he showed that was in his uncanny ability to unlock the talent of everybody that he worked with. And he believed
that they should inspire talented people to do their best work. СТИВ ДЖОБСтың жоқтығын білдірмей компанияны ары қарай тоқтаусыз дамыта берді. Ол ДЖОБСтың шығарып кеткен құрылғыларды жыл сайын жаңартып, жаңа дәрежеге өсіре береді. 2013-2014 жылдары керемет дизайнмен iPhone 4 және iPhone 5 шығарады. 2015-2016 жылдары iPhone 6-лар, MacBook Pro'лер, 2017 жылдар iPhone 7, 2018-де дұрыс сатылмаған iPhone 8 Face ID бар iPhone 10 шығарады. ТИМ КУК әлі күнге шейін компанияның іргетасын ұстап келе жатыр. Айтпақшы, ТИМ КУК телефондар дер кезінде миллион тиражбен шығу үшін Қытайдағы Foxconn компаниясымен келісім шартқа отырып, айфондарды сол жерден көбейтетін болған. Бұл келісім шарт сонау 2007 жылы болған. Қазірдің кезінде Foxconn компаниясы айфондарды құрастырып келеді және айфондардың сатылымнан жарты долясын алады. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіздер.